Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 78-ші сабақ жұрнақпен жалғау тақырыбын өтетін боламыз. Бүгінгі сабақта берілген сөзді сөз құрамына қарай талдай аламыз. Және де дерек сөздерден қажетті мәліметті табуды үйренетін боламыз. Олай болса бізге берілген 57-ші жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Қажымұқан Мұңайтпасов қазақтың атақты палуаны. Ол әлемнің бірнеше дүркін жеңімпазы. Қажымұқан 14 жасында саудагер байға жалшы болады. Қыс мезгілі, бірде бай оны ат шанамен шөп алып кел деп жұмсайды. Қайтар жолда қар қалың болып, ат шананы тарта алмай зорығып өледі. Қажымұқан шананы атымен бірге өзі сүйреп алып келеді. Мәтін қазақтың 5 алыбы кітабынан алынған. Балалар, Қажымұқан туралы басқа да мәліметтерді энциклопедиядан біліп алыңдар. Қарамен жазылған сөздердегі жұрнақ пен жалғауды ажырат. Қарамен жазылған сөздер бізде саудагер, жалшы, шанамен. Бұл жердегі саудагер сөзінде балалар сауда түбірі гер жұрнақ болады. Жалшы деген сөзде жал түбірі ш жұрнақ болады. Шанамен сөзінде шана түбірі мен жалғау болады екен. 58-ші жаттығу сөйлемдерді көшіріп жаз. Қажымұқан қазақтың атақты палуаны. Ол әлемнің бірнеше дүркін жеңімпазы. Әр сөйлемдегі қарамен жазылған сөздерді сөз құрамына қарай талда. Балалар, бізде қарамен берілген сөздер палуаны, жеңімпазы сөздері болатын. Палуаны түбірі палуан, жалғау. Жеңімпазы сөзінде жең түбірі жалғау, пас жұрнақ, жалғау. Осымен балалар 58-ші тапсырманы біз аяқтадық. 59-ші тапсырма өлеңді жатқа жаз. Палуан-ау палуан, әдіскерсің алуан. Жекпе-жекке шығасың, қайсың бұрын шығасың. Өлеңнің авторы Тұрысбек Еділбаев. Қарамен жазылған сөзді сөз құрамына қарай талда. Палуан сөзіне бірнеше жалғау жалғап айт. Балалар, бізде қарамен жазылған сөз әдіскерсің сөзі болатын. Бұл жердегі әдіс түбірі кер жұрнақ, сің жалғау. Балалар, енді біз палуан деген сөзге бірнеше жалғау жалғап айтып көрейік. Палуан, палуандар, палуанды, палуаны, палуанға, палуанмен, палуанның, палуандай, палуаннан, палуанда. Мінекей, әр жалғауды жалғаған кезде сөздің жаңағы көрсететін мағынасы ауысып тұрады екен. Осымен балалар, біздегі келесі жаттығу, ол 60-шы жаттығу. Жұмбақты оқып шешуін тап. Ойынды бұзсаң, көш қылып, тоқтатады ысқырып. Жұмбақтың шешуі төреші екен. Енді шешуіндегі сөздің қосымшасы жұрнақ пен жұрнақ па әлде жалғау ма тап дейді. Балалар, төреші сөзінде төре түбірі ші жұрнақ болады екен. Олай болса, келесі біздегі 60-шы тапсырмаға көшеміз. Ол шығармашылық үзіліс. 61-ші жаттығу. Тәжірибе жаса. Кітап сөзіне пен, хана қосымшаларын жалғап көр. Қай сөздің мағынасы өзгерді? Неліктен деп ойлайсың? Зерттеу барысында түбір сөзге жұрнақ жалғанса, сөз мағынасы өзгеретініне көзіңді жеткіздің. Түбір сөзге жалғанған жалғау сөз бен сөзді байланыстыратын тәжірибе арқылы байқадың. Балалар, бұл жерде бізде кітап сөзінің кітап түбірі пен жалғау болады. Себебі бұл жерде кітапқа пен деген жалғау жалғанды, бірақ та ол сөздің мағынасы өзгерген жоқ. Ал кітапхана деген сөзде кітап түбірі хана жұрнақ. Себебі бұл сөзге
Хана жұрнағы жалғанып, кітапхана деп сөздің мағынасы өзгеріп кетті.